Қазіргі кино әлемінде суперқаһарман жанры бұрын-соңды болмаған биікке көтерілді. Бірақ бұл табыстың артында үлкен күрес, студиялық келіспеушіліктер және жеке трагедиялар жатыр. Сіздермен бірге киношоу кезі. Бүгін біз Голливудтың ең даулы, ең визуалды әрі ең амбициялы режиссері Зак Снайдердің DC әлеміндегі жолын зерттейміз. Снайдердің DC кино әлеміндегі ең алғашқы фильмі Болат Адамның толықтай қазақша дыбысталған фильмін біздің телеграм арнамызға салып қойдық. Рахаттана тамашалай аласыз. Бәрі де тегін. Тек сіздерден керегі лайк және подписка. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Зак Снайдер DC-дің ең ірі кейіпкерлерін Супермен, Бэтмен, ғажайып әйелді алып, оларды өзінің қараңғы, ауыр, мифологияға толы көзқарасымен қайта жасады. Ол DC-ге келді, бірнеше фильм шығарды, жаһандық дау тудырды, қайғылы жағдаймен кетті. Бірақ оның артынан бүкіл әлемді шарлаған жанкүйерлер қозғалысы ізінше оралды. Бұл тек фильмдер туралы емес, бұл көркемдік көзқарас пен коммерциялық мүдделердің арасындағы соғыс туралы. Біз оның Болат Адамнан бастап Снайдер қиындықтары арқылы әділет лигасының қайта туылуына дейінгі әр қадамын талдаймыз. Бұл оқиғаны толығымен түсіну үшін оның неден басталғанын еске түсірейік. 2010 жылдардың басында DC Comics'тың кино әлемі үлкен қысымда болды. Бір жағында Ноланның реалистік әрі күрделі қара сері трилогиясы суперқаһарман жанрының эталонын орнатты. Екінші жағында қарсылас Marvel Studios ғаламды біріктіріп, кек алушылар фильммен үлкен табысқа жетті. DC-ге екі ірі талап қойылды. Ноланның деңгейіндегі сапалы, терең әрі ересек тақырыптарды қозғайтын фильмдер жасау. Marvel сияқты біртұтас ірі кино әлемін DC-ді тез арада құру. Бұл қиын миссияны орындауға Warner Bros. Студиясы Зак Снайдерді шақырды. Ноланның өзі продюсер ретінде қатысқан Снайдердің есімі оның визуалды поэзияға толы ауыр тақырыптарды қозғайтын 300 спартандық және күзетшілер сияқты фильмдерінен кейін студия үшін сенімді таңдау болды. Оның күзетшілер фильмі комикстің күңгірт, философиялық рухын экранға ең дәл жеткізген туынды саналды. Студия одан дәл осы ересек, қараңғы көзқарасты күтті. Зак Снайдердің DC-дегі жолы 2013 жылы Болат Адам фильмінен басталды. Бұл біз бұрын көрген жарқын, позитивті Супермен емес еді. Снайдер бізге құдайға тең күшке ие, бірақ жерде жалғызсыраған адамды көрсетті. Снайдердің басты мақсаты мифологияға терең үңілу болды. Ол Суперменді Иса пайғамбарға ұқсас мессия ретінде суреттеді. Фильмдегі S белгісінің үміт дегенді білдіретіні, Кларктың 33 жасында күшін толық қабылдауы бәрі діни және мифологиялық астарға толы. Ханс Циммердің эпикалық музыкасы бұл ауыр атмосфераны одан әрі күшейте түсті. Алайда фильмнің ең үлкен дау-дамайы финалда болды. Супермен Зод генералды өлтіруге мәжбүр болды. Бұл қадам классикалық Суперменнің еш уақытта өлтірмеу деген қағидасына қайшы келді. Сонымен қатар Метрополистегі жаппай қирауды көптеген сыншылар қабылдай алмады. Снайдер бұны, егер ғаламшар деңгейіндегі екі күш шайқасса, оның салдары осындай болады, деп түсіндірсе де, фильм жанкүйерлерді екіге бөлді. Дегенмен фильм DCU-ның негізін қалады және $668 миллион жинап, келесі одан да ауқымды фильмге жол ашты. 2 жылдан кейін 2016 жылы Зак Снайдер өзінің шығармашылық шыңына жетті. Бэтмен Суперменге қарсы әділет таңы. Бұл фильм DC әлемін түбегейлі өзгертті. Біріншіден, ол бізге Бен Аффлектің осы уақытқа дейінгі ең қатыгез, ең шаршаған және ең қаһарлы Бэтменін ұсынды. Болат Адам фильміндегі қиратулар оның жақын адамдарының өліміне әкелген соң, Бэтмен Суперменді адамзатқа қауіп төндіретін қатер деп санады. Снайдер мұнда екі негізгі тақырыпты қозғады. Адамзат құдайға тең күшке ие заттың бар болуын қалай қабылдайды? Үкімет олардың бақылауға алуға тырысуы керек пе? Бэтменнің зорлық-зомбылыққа толы мұрасы мен Суперменнің үмітке толы мұрасының қарама-қайшылығы. Бұл фильмнің театрлық нұсқасы сыншылардан қатты сын естіді. Оқиғаның күрделілігі, тығыздығы және кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынастың жылдам дамуы көрермендерді шатастырды. Әсіресе аты шулы Марта сәті көпшіліктің түсініспеушілігін тудырды. Студия фильмнің ұзақтығын қысқартып көптеген маңызды сюжеттік элементтерді кесіп тастаған еді.
Алайда кейінірек шыққан режиссерлік нұсқа фильмнің мағынасын толық ашты. Қосылған 30 минут сюжеттік бос орындарды толтырды, Лекс Лютердің мотивациясын түсіндірді және Бэтмен мен Суперменнің қақтығысының шынайы ауырлығын көрсетті. Бұл Снайдердің көзқарасының студиялық араласудан қалай зардап шеккенін алғашқы белгісі болды. Соған қарамастан фильм $873 миллион жинап, DC кино әлемін алға жылжытты. Бэтмен Суперменге қарсы фильмінен кейін Warner Bros. Студиясы Зак Снайдердің қараңғы стилінен қатты қорықты. Олар Марвелдің жеңіл, әзілге толы форматын көшіруді талап етті. Әділет лигасын түсіру кезінде студия Снайдерге фильмді қысқартуға, тонын жеңілдетуге және әзілді көбейтуге қысым көрсетті. Алайда 2017 жылдың наурызында қайғылы жағдай орын алды. Зак Снайдердің қызы Отем Снайдер өзіне қол жұмсады. Бұл үлкен трагедиядан кейін Снайдер фильмнің жұмысын жалғастырудан бас тартып, режиссерлік креслодан кетті. Студия фильмді аяқтауға Джосс Уидонды, яғни Марвелдің кек алушылар фильмнің режиссерін шақырды. Уидон студияның тапсырмасымен фильмге қыруар өзгерістер енгізді. Сценарийдің толығымен дерлік қайта жазды. Кейіпкерлерді әзілдейтін жаңа сахналар түсірді. Суперменнің аузындағы мұртын өшіруге тырысты және де бұл қаншама интернетті күлкілі мемдерге тарап кетті. Мұндай өзгерістер фильмнің графикалық сапасын төмендетті. 2017 жылы шыққан Әділет лигасы театрлық нұсқасы Снайдердің ауыр мифологиясы мен Уидонның жеңіл стилінің ортасында қалған біртұтас емес жансыз туынды болып шықты. Сыншылар мен жанкүйерлердің көңілі қалды, ал фильмнің кассалық жиналымы DCU үшін үлкен сәтсіздік болды. Снайдердің жоспарланған Әділет лигасы 2 және Әділет лигасы 3 фильмдерінің армандары күл-талқан болды. Әділет лигасы 2017 жылы сәтсіздікке ұшырағаннан кейін жанкүйерлер арасында үлкен қозғалыс басталды. Олар Джосс Уидон кесіп тастаған Зак Снайдердің түпнұсқа нұсқасының бар екеніне сенімді болды. Release the Snyder Cut хэштегі әлеуметтік желіде жылдар бойы ең көп қолданылған хэштегтердің біріне айналды. Жанкүйерлер ақша жинап, билбордтар жалдады, ұшақтарға баннер ілді. Бұл қозғалыс тек фильмді көруді талап ету ғана емес, студияның көркемдік көзқарасты бұрмалауына қарсылық таныту болды. Бұл бұқаралық қысым өз нәтижесін берді. 2020 жылы Warner Bros. Студиясы Зак Снайдерге түпнұсқа нұсқасын аяқтауға мүмкіндік беруге келісті. Оған қосымша $70 миллион бөлінді. Бұл тарихта бұрын соңды болмаған оқиға. Жанкүйерлердің тікелей талабымен ірі студия өзінің қателігін мойындады. 2021 жылы HBO Max платформасында Зак Снайдердің Әділет лигасы шықты. 4 сағаттық ұзақтығымен ол толыққанды мифологияны ұсынды. Түпнұсқа 4:3 экран форматы қолданылды. Жаңа кейіпкерлер Дарксайд, марсиандық аңшы сияқты кейіпкерлер енгізілді. Фильмдегі әр кейіпкердің әр оқиғаның желісі толық ашылып, Бэтмен Суперменге қарсы фильмінен бастап келе жатқан барлық философиялық және сюжеттік астарлар аяқталды. Бұл нұсқа көптеген сыншылар мен жанкүйерлер тарапынан 2017 жылғы нұсқадан әлдеқайда жоғары бағаланып, Снайдердің DCU-ға деген түпкі көзқарасы қандай болғанын дәлелдеді. Зак Снайдердің DC әлеміндегі бұл ауыр, ұзақ және қайшылықты жолы аяқталды. Ол студиямен келісімге келмесе де оның мұрасы мәңгі қалады. Снайдер суперқахарман жанрына опералық, монументалды стильді әкелді. Оның фильмдері тек ойын-сауық емес, олар ауыр тақырыптарды, Құдай мен адамның арасындағы қарым-қатынасты, еркіндік пен жауапкершілікті зерттейтін заманауи мифология. Оның фильмдегі батырлар тек әлемді құтқарумен айналыспайды. Олар өздерінің күшін, мұрасын және оларға деген адамдардың реакциясын сұраққа қояды. Снайдердің жолы DC кино әлемінің келесі қадамдарына тікелей әсер етті. Оның стилі мен көзқарасы ұнаса да, ұнамаса да, оның фильмдері өзіндік ерекшелікке ие болды. Сонымен қатар, Release the Snyder Cut қозғалысы кино тарихындағы жанкүйерлердің ең қуатты дауысы ретінде қалды. Зак Снайдердің DC кино әлеміндегі сапары, Снайдердің әлемі аяқталғанымен, бұл тақырып әлі көп жылдар бойы талқыланатын болады. Сіз оның қай фильмнің ең үздік деп санайсыз? Студия араласпағанда оның бастапқы жоспары қазіргі DC-ден жақсырақ болар ма еді? Өз пікірлеріңізді төменге қалдырыңыз. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше.